Сәлем достар, бүгін сіздермен өте ерекше әрі дәмді жулен тағамын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен саңырауқұлақтарымызды қабығынан аршып аламыз. Содан соң саңырауқұлақтарымызды видеода көрсетілгендей етіп жіңішкелеп, яғни кубиктап кесіп алатын боламыз. Одан кейін бізге тауық еті қажет болады. Тауық етінде видеода көрсетілгендей етіп, жіңішкелеп, кубик тәріздес етіп кесіп алатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Қызып тұрған табамызға майды құйып, оның үстіне кесілген тауық етін салып, жақсылап 10 минуттай қуырып аламыз. Одан соң үстіне саңырауқұлақтарымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, жай отта 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен соң үстіне 33%-лық сливкиімізді құямыз. Одан соң үккіштен өткізілген сарымсақты саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, тағы да 5 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді жуленімізді жасау үшін бізге осындай лаваш қажет болады. Мен тортилья пайдаландым. Сіздерде өздеріңізде қандай лаваш бар, соны пайдалана берулеріңізге болады. Одан соң лаваштарымызды осылай кесенің көмегімен дөңгелетіп, осындай формаға кесіп алатын боламыз. Және де осындай кекстің формасы қажет болады. Егер сіздерде осындай кекстің формасы болмаса, кез келген осындай дөңгелек формалы кесеге де сала беруіңізге болады. Лаваштарымызды осылай орналастырып шықтық. Енді осының үстіне жаңағы дайындалған салмамызды салып шығамыз. Міне салмамыздың барлығын салып шықтық. Енді осының үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Сырдың қандай түрі екені маңызды емес. Өздеріңізде үй жағдайында қандай сыр бар, соны сала берулеріңізге болады. Одан соң қызып тұрған пеште 200 градуста 10-12 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне достар, жуленіміз дайын. Өте ерекше тағам әрі дәмді, барлығыңызға жасауға кеңес беремін.